Ассалаумағалейкум, эфирде ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Сіздермен бірге мен Жандос Сатыбалды. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Сәтбаев қалалық маслихатының 39-шы сессиясы өтті. Сәтбаевта әлеуметтік көмек көрсету орталығы ашылды. Спорт саласындағы жыл үздіктері анықталды. Сәрсенбіде шаһар басшысы Асқар Ыдырысовтың қатысуымен қалалық маслихаттың 39-шы сессиясы болып өтті. Онда депутаттар келесі сессияның редакциялық комиссиясы мен төрағасын тағайындады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Сәтбаев қалалық маслихатының 39-шы сессиясының күн тәртібінде 2019 бен 2021 жылдарға арналған қалалық бюджет, 6-шы шақырылған қалалық маслихаттың шешімі туралы, қала тұрғындарына көліктік қызмет көрсету жөніндегі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің ақпараты, қалалық маслихаттың 2019 жылға арналған жұмыс жоспары туралы және тағы да бірқатар өзекті сұрақтар қарастырылды. Казахстана. Как вы знаете, основной формой работы маслихата является сессия, на которой принимаются решения обязательных Өздеріңіз білетіндей, маслихат қызметінің негізгі нысаны сессия болып табылады. Онда орындалуы міндетті шешімдер қабылданады. Есепті кезеңде заңмен белгіленген мерзімде 4 жоспарлы және 10 кезектен тыс сессия өткізілді. Қалалық маслихаттың сессияларында қала бюджетінің қалыптасуы мен атқарылуына және қаланың даму перспективаларына байланысты 53-тен астам мәселе қаралды. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес қалалық маслихаттың сессиясында қала әкімінің өзіне жүктелген функциялары мен міндеттерінің орындалуы туралы есебі тыңдалды. Одан әрі сессия отырысы барысында 6-шы шақырылған қалалық маслихат шешімдерінің орындалуы туралы қалалық маслихаттың аппарат басшысы Қарлығаш Махамбетова баяндап берді. Коммуналдық шаруашылықтың жағдайы және даму перспективалары бойынша біздің қалада бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Қала әкімі жанында штаб жұмыс істейді. Онда қаланы абаттандыру, санитарлық жағдайын дұрыстау мәселелері қалады. Және де қала тұрғындары жылумен, сумен, электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз етіледі. Бірақ біздің есімізде жаз маусымында бау бақша суғаруға судың болмайтындығы және жасыл желектерге күтім жасалмайтындығы туралы шағымдар болған. Денсаулық мемлекеттік бағдарламасын Сәтбаев қаласында іске асыру шешімін орындау бойынша медицина ұйымдарында да ілгерілеу бар. Қосымша 16 учаске ашылып, дәрігерлерге жүктемені азайтуға мүмкіндік берілді. Сондай-ақ 39-шы сессияда қалалық маслихаттың 40-шы сессиясының редакциялық комиссиясы мен төрағасы тағайындалды. Дауыс беруде бәрі бір ауыздан қалалық маслихат депутаты Қайрат Балмағамбетовті таңдап, Сәтбаев қалалық маслихатының 40-шы сессиясының төрағасы етіп сайлады. Кандидатура депутата от избирательного округа номер 11 Балмағамбетова Кайрата Маратовича. Будут ли другие предложения? Ставлю на голосование. Сессия соңында шаһар басшысы депутаттарды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтап, қала өміріне белсенді қатысқан үшін барлығына алғысын білдірді. Жақсы көрсеткіштермен аяқтап отырмыз осы жылды. Енді сіздер де қаланың дамуына зор үлесіңізді қосып, бізге әрқашанда қолдау көрсеттіңіз. Сондықтан да сіздерге өзім атынан, әкімшілік атынан сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Диана Абдықалықова, Біржан Сағындық, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгін Сәтбаевта қамқор әлеуметтік көмек көрсету орталығы салтанатты түрде ашылды. Орталықтың мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандарға қол ұшын созу, оқыту және жұмысқа орналастыру болып табылады. Бүгін қаламыз үшін үлкен мереке. Жаңа жыл мерекесімен тұспа-тұс келген қамқор әлеуметтік қолдау көрсету орталығының ашылу салтанаты өтті. Мұратбаева көшесі 5-ші үйде орналасқан нысан облыс бойынша алғаш ашылып отырған орталық. Енді біраз күттік, қашан ашылады деп. Енді ол біздің ғана емес, бірлесіп, бәріміз бірге осындай жұмыс істеп, осындай бірлесіп, бірге қолдап осы жобаны. Соның арқасында осы қамқор деген орталық
аймағымызда ашылып отыр. Ең бастысы осы халқымыз осыны көрсе, халқымыз осыны құрметтесе, жақсы болса, сол ең басты мақсат біз үшін сол. Әлеуметтік орталықтың тұсауын қала басшысы Асқар Ыдырысов, Сәтпаев қалалық мәслихат хатшысы Татьяна Хмелярчук және де Ақсақалдар алқасының төрағасы Сақтаған Атабаев кесіп, алғашқы қадамдарын басты. Қамқор орталығының директоры Гүлназ Гатиятова нысанның ішіне экскурсия жүргізді. Балалардың ойнайтын бөлмесі, арт-студио, жатын бөлмелер, тігін бөлмесі, жаттығу бөлмесі, асхана және шағын кітапханасы бар орталық келген қонақтардың көңілінен шықты. Хорошо, тепло, да? Тепло. Орталықтың жұмысын жандандыру және де орталықта тұратын қыз-келіншектерге тігін тігуді үйрету мақсатында Достық үйінің директоры Гүлназ Гатиятова мен Триксат тігін тігу цехының директоры Алена Эберман және де Айшагүл жеке кәсіпкерлігінің басшысы Шалқар Тұрсынов қызметтестік туралы меморандумға қол қойды. Тамаша орталық болды, Қамқор деген аты да затына да лайық екен. Біздің халқымыздың дәстүріне, менталитетіне сондай келетін бір тамаша орталық. Мен бұрын естіген жоқ, мұндай ашылып жатқан шығар басқа жерлерде. Мен бірақ осы барлық осыған ұйымдастырған адамдардың бәріне үлкен рахмет айтамын, ақсақалдар атынан, жалпы халықтың атынан. Өйткені бұл бір өте жақсы осы өзімізге лайық сондай бір керемет нәрсе. Аталмыш орталық тұрғылықты халық үшін маңызы зор мекеменің болашақта әлеуметтік және құқықтық көмек қажет ететін жандарға жәрдемі мол болмақ. Аталмыш орталықта әлеуметтік оңалтумен қатар аз қамтылған отбасылар, жетімдер мен мүмкіндігі шектеулі жандар, отбасылық зәбір көрген нәзік жандылар жұмысқа орналасуға қажетті көмек көрсетіледі. Дана Күнтуған, Біржан Сағындық, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Қазақстан спорттық сауықтыру кешені мен жастар спорт сарайында тәрбиеленетін спортшылар жыл үздігі атанды. Мерекелік іс-шараға жергілікті билік өкілдері қатысып спорт саласын түйіндеді. Жылы қаламыз толағай табыстарға кенелді. Экономикамыз дамып, Нұрлы Мекен ықшам ауданының құрылысы жүргізіліп, ел игілігіне берілді. Биыл біздің қаламызға 45 жылдығын атап өттік. Сол қаламыздың 45 жылдығында сіздердің де үлкен үлестеріңіз болды. Мемлекет негізі қайнар күш спорттағы бәсекемен анықталатыны ақиқат, байрағын жоғары ұстаған батыр бабымен ұрпағы қай кезде де еңсесін тік көтеріп жүруге міндетті. Қаламыздағы игі шаралардың бастауы, ізгі істердің ауқымды көрінісі спорт саласынан байқалып тұруы тиіс. Қоғамдағы сан сала белгілі бір жетістікке жетіп, спорт саласында да қала спортшылары республикалық халықаралық жарыстарда Сәтпаевтың қоржынына медальдар салды. Құрметті спортшылар, құрметті бапкерлер, бүгін міне біз бірінші рет сауықтыру спорт кешенінде үздік бапкер мен жаттықтырушыларды марапаттауға жиналып отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, мынау сауықтыру спорт кешенін біз осы спорт бөлімінің коммуналдық меншігіне осы 2017 жылдың басында алдық. Содан бері біраз жұмыстар атқарылды. Биыл міне бірінші рет сауықтыру спорт кешенінің үздік бапкерлері мен жаттықтырушыларын марапаттауға жиналып отырмыз. Және осы 2018 жылы біраз жұмыстар атқарылды. Сол алдымызға қойылған мақсаттар мен міндеттер орындалды. Осында жетістіктерге қол жеткізуге атсалысқан майталмандардың еңбегі еленді бүгін. Спорт саласы бойынша топ жарғандар қала әкімдігі мен шараны ұйымдастырушылардың атынан зор қошеметке бөленіп, жыл үздігі атанды. Занимается фигурным катанием на коньках. Воспитанница спортивно-оздоровительного комплекса «Казахстан» города Сатпаев. Тренируется под руководством тренера-преподавателя Данильченко Зульфия Апашевны, член Национальной юношеской сборной Республики Казахстан. Имеет кандидата мастера спорта Республики Казахстан.
Қазақстан спорттық сауықтыру кешенінде өткен салтанатты шараға үздік спортшыларды марапаттаудан бөлек спорт саласының биылғы жылғы нәтижелері де қорытындыланды. Атап кету керек, биыл Қазақстан спорттық сауықтыру кешенінде 4 қызмет көрсету түрі енгізілген. Олар смарт жүйе мен терминалдың 3 түрі. Спорт саласын түйіндеген шара концерттік бағдарламаға ұласты. Атап өтейік, бұл қорытынды жиын жыл сайын спортшыларды жігерлендіру мақсатында ұйымдастырылады. Дана Күнтуған, Аслан Әміров, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Жастар спорт сарайында да Сәтпаев қаласының мамандандырылған олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер мектебінің санлақтары марапатталды. Марапаттау рәсімінің шымылдығын Импульс би ансамблі грузин биімен ашты. Үздіктердің құттықтағандардың арасында Жезқазған қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Дидар Муталипов, Жезқазған қаласындағы мамандандырылған олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер мектебінің басшысы Саят Серіков, Сәтпаев қаласының білім бөлімінің басшысы Берік Ақышбеков, Қазақстан спорттық сауықтыру кешенінің басшысы Манат Айтбаев және Сәтпаев қаласының дене шынықтыру мен спорт бөлімінің басшысы Зухраб Даумбаев болды. Жалпы 2018 жыл біздің өмірде мен айтайын өте керемет болды. Себебі биыл 2018 жыл бізде Азия ойындары өтті. Сол Азия ойындарынан тұңғыш рет осы Жезқазған өңірінде, Жезқазған қаласынан Ибрагим Бақлан самбо күресінен Азия ойындарының жеңімпазы атанды. Біздің мектебіміздің түлегі Ашақбинова Рима Азия ойындарының қола жүлдегері атанды. Ол біздің қаламыз үшін, кішкентай қаламыз үшін үлкен жетістік. Бірер минуттан кейін қаламыздың, облысымыздың атын барлығына танымал қылып жүрген спорт санлақтары, үздіктердің үздігі осы құрметті орынға келіп, өзінің еңбегінің марапатын алатын болады. Жеңіл атлетикадан жоғары санатты жаттықтырушы оқытушы Владимир Коник үздік бапкер номинациясына ие болса, оның шәкірті жеңіл атлетикадан спорт шеберінің кандидаты Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командасының мүшесі Екатерина Парамонова үздік спортшы номинациясына ие болып, құрмет тұғырының төріне жайғасты. Спортты дамыту мен насихаттауға үлес қосқан бірнеше мектептердің басшылары мен қаламызды жоғары дәрежеде көрсетіп жүрген спортшылардың ата-аналары да назардан тыс қалмады. Олар олимпиадалық резерв мектебінің алғыс хаттарымен марапатталды. Сәлеметсіздер ме? Мынау бүгінгі 2018 жылдың мынау үздік спортшылар мен бапкерлерінің марапаттау рәсімі салтанатты түрде өтіп жатыр. Мына бізді бүгін ата-ана ретінде алғыс хат беріп қуантып жатыр. Осының бәрі бір бапкерлердің енді еңбегі деп ойлаймын. Рахмет бәріңізге де көп. Алда келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Мынау қала тұрғындары, мынау бапкерлердің алған үздік орындары құтты болсын. Мынау балаларымыз жетістіктен жетістікке жетіп, тек қана осы түзу жолмен жүріп қуанта берсін бізді. Диана Абдықалықова, Аслан Әміров, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінгі келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман, сау болыңыздар. Здравствуйте! В эфире информационная программа телеканала «Ахшам». В студии работает Жандос Сатыбалды. Сегодня в выпуске. – 1
В Акимате Сатпаева прошла 39-я сессия городского маслихата. Сегодня в Сатпаеве состоялось торжественное открытие Центра социальной помощи «Камкор». Были подведены итоги работы спортивно-оздоровительного комплекса «Казахстан». Тридцать 39-я сессия городского маслихата состоялась в стенах акимата города. На сессии был выбран председатель 40-й сессии городского маслихата. Также были решены вопросы о плане работы маслихата на 2019 год и многие другие. Подробности далее. На 39-й сессии Сатпаевского городского маслихата обсуждались вопросы городского бюджета на 2019-2021 годы. Был заслушан отчет секретаря городского маслихата о проделанной работе, информация городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог жилищной инспекции, а также был рассмотрен план работы маслихата на 2019 год. Как вы знаете, основной формой работы маслихата является сессия, на которой принимаются решения, обязательные к исполнению. За отчетный период 2018 года было проведено 4 плановых сессии в сроки, установленные законом, и 10 внеочередных сессий. Всего же на сессиях городского маслихата были рассмотрены более 53 вопросов, связанных с формированием и исполнением городского бюджета и перспективами развития города. В соответствии с указом президента Республики Казахстан на сессии городского маслихата также был заслушан отчет акима города о выполнении возложенных на него функций и задач. Далее, в ходе сессии с информацией по внутригородским и межгородским перевозкам пассажиров и багажа в городе Сатпаев выступил руководитель жилищной инспекции города Сатпаев Ашим Мухамбет Али. На всех маршрутах по городу Сатпаев, обслуживаемых ТО «Нуртрансят» и ИП Хожа Ахметов, используются автобусы марки ПАС, НИФАС, ЛИАС. На сегодняшний день ТО «Нуртрансят» обновил основной подвижной состав 2 единиц автобусов марки ПАС на маршрутах номер 10 и 13. А также акиматом города Сатпаев в 2018 году запущен на социально значимый маршрут номер 1 по городу Сатпаев-Крестовский и город Сатпаев, то есть кольцевая перевозка, ежемесячно оплачивается субсидия в размере 2 миллиона тенге. В соответствии с поручением акима города, подразделениями и местным телеканалом «Ахшам» ведется мониторинг на внутригородских и пригородных маршрутах города Сатпаев. В ходе мониторинга проверяется соблюдение схем и график движения транспорта и проводится опрос пассажиров представителями телеканала «Ахшам». Также на 39-й сессии назначена редакционная комиссия и председатель 40-й сессии городского маслихата. Им избрали депутата городского маслихата Кайрата Балмагамбетова. Кандидатура депутата от избирательного округа номер 11 Балмагамбетова Кайрата Маратовича. Будут ли другие предложения? Ставлю на голосование. В заключение сессии глава города поздравил депутатов с наступающим Новым годом и поблагодарил всех за активное участие в жизни города. Уважаемые депутаты, уважаемая Татьяна Ивановна, я хотел бы отметить, что год завершаем с хорошими показателями. Это видно сведенных объектов. Мы каждый год практически по одному микрорайону водим в городе. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый год мы вот такими скачками, такими вот хорошими результатами двигались вперед. Для этого потенциал есть, кадровый потенциал есть, и потенциал у самого города есть. Наргиза Жанабекова, Биржан Сагындых, специально для новостей телеканала «Акшам». Центр социальной помощи «Камкор» открылся сегодня в нашем городе. На торжественном открытии побывала моя коллега Наргиза Жанабекова. Сегодня для нашего города большой праздник. В рамках празднования Нового года состоялось открытие Центра социальной поддержки «Камкор». Для всех категорий граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Допустим, там женщина, есть же у нас молодые женщины с ребенком, а пойти некуда. Вот на 2-3 месяца они могут здесь, да? Будем тесно сотрудничать. И вы можете им подсказывать, помогать им, да. И либо другие какие-то, да, у нас деструктивные там какие-то бывают же попавшие, да, такие. Да. На мероприятии побывали секретарь Сатпаевского городского маслихата Татьяна Хмелерчук и представитель Совета отцов Сактаган Атабаев. Они приняли участие в торжественной церемонии перерезания ленточки, возвещающей об открытии центра.
Директор социального центра «Камкор» Гульназ Гатиятова провела экскурсию для гостей. Здесь имеются игровые и спальные комнаты для детей, швейная и тренажерная комнаты, столовые, а также мини-библиотека. Хорошо, тепло, да? Тепло. В целях активизации работы центра и обучения женщин, проживающих в центре, директор Дома дружбы Гульназ Гатиятова, директор швейного цеха Триксат Алена Эберман и руководитель частного предприятия Айша Гуль подписали меморандум о сотрудничестве. Меморандум, да? Меморандум. Этот центр будет очень полезен тем, кто нуждается в социальной и эмоциональной помощи. Социальную реабилитацию здесь могут проходить малообеспеченные семьи, также люди с ограниченными возможностями. Для самостоятельно занятых будет предоставляться помощь для трудоустройства. Сегодня в нашем городе открылся центр социальной поддержки. Хочется его назвать центром именно поддержки семейных ценностей, так как семья, как говорит наш президент Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, что семья – это главная ценность. И именно хочется, знаете, чтобы в душе каждого человека была такая вот радужная атмосфера. И этот центр, он именно идет, наверное, для каждого из нас. Да, здесь будут, конечно, и семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И много того, что будут еще, кроме этого, обучаться. То есть вот женщины где-то швейному делу, где-то чему-нибудь как парикмахерскому, визажисты, массажист. Кроме этого, будут дети обучаться именно, вот у нас будет свой логопед, свой психолог, то есть и детей вот 2 раза в неделю, даже для них будут проводиться занятия. На торжественном открытии глава города вручил ценный подарок Центру социальной поддержки «Камкор». Микроволновая печь вам нужна? Да? Обязательно? Да. Так что поздравляю. Хорошая вещь. Да. Как раз. Наргиза Жанабекова, Биржан Сагындык, специально для новостей телеканала «Акшам». Вчера руководитель спортивно-оздоровительного комплекса «Казахстан» подвел итоги работы за 2018 год и озвучил план работы на 2019 год. По итоговым показателям 2018 года в спортивно-оздоровительном комплексе «Казахстан» были внедрены 4 услуги. Это смарт-система, посттерминал, киви-терминал и услуга «Каспий КИЗ». За 12 месяцев текущего года численность посетителей составила 54 581 человек. Участие в республике, на чемпионате Республики Казахстан 21 спортсменов, и участие на чемпионате мира 1 человек, и участие на чемпионате Азии 1. На мероприятии присутствовала заместитель акима города Айгуль Тулендина, которая выступила с поздравительной речью. Жизнь нашего города не замирает ни на минуту. Всего в городе Сатпаев ежегодно проводится свыше 170 спортивных мероприятий, в которых, только сейчас было сказано, участвует более 40 тысяч человек. Активной физкультурой и спортом занимаются все возрастные категории нашего города. Помимо этого, в ходе мероприятия были награждены лучшие сотрудники спортивно-оздоровительного комплекса «Казахстан» по таким номинациям, как лучший тренер года и лучший спортсмен года. Занимается фигурным катанием на коньках. Воспитанница спортивно-оздоровительного комплекса «Казахстан» города Сатпаев. Тренируется под руководством тренера-преподавателя Данильченко Зульфия Апашевны, член национальной юношеской сборной Республики Казахстан. Имеет кандидата мастера спорта Республики Казахстан. Также за вклад в развитие спорта был награжден ряд сотрудников, которых поздравила Лидия Гавриш, заместитель руководителя по спортивной работе. Мероприятие сопровождалось концертной программой, которая пришлась по душе каждому. Стоит отметить, что итоги работы спортивно-оздоровительного комплекса «Казахстан» проходят ежегодно с целью выявления новых талантов. Лаура Жанабергенова, Аслан Амиров. Специально для новостей телеканала «Акшам».
Выявляли лучших из лучших и во Дворце спорта «Жастар». Там провели конкурс «Смотр», в котором приняли участие тренеры и воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. Бурными аплодисментами собравшиеся поприветствовали земляков, внесших значительный вклад в развитие культивируемых в городе видов спорта и формирование сферы досуга. Однако были, конечно, и те, для кого уходящий год стал особенно знаковым и на события, и на награды. Именно для таких людей в Сдюсшор и учредили ежегодные премии «Лучший тренер года» и «Лучший спортсмен года», сопровождавшиеся концертной программой. Среди почетных гостей мероприятия были руководитель отдела физической культуры и спорта Сатпаева Зухраб Даумбаев, руководитель городского отдела образования Берика Кишбеков и директор спортивно-оздоровительного комплекса «Казахстан» Манат Айтбаев. Поздравив собравшихся с наступающим Новым годом, они перешли к торжественной части конкурса, назвав лучших из лучших. Подобное мероприятие уже 5-е по счету. Каждый год мы подводим спортивные итоги года. И уходящий год не исключение. Он стал особенным для нашего региона. Победителем 18-х азиатских игр, которые проходили в Индонезии, стал самбист из Жезказгана Баклам Ибрагимов. Это без преувеличения историческая победа. Нам есть кем гордиться и за кого болеть. В результате лучшим спортсменом 2018 года стала Екатерина Парамонова. Екатерина – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Становясь неоднократным чемпионом республики в эстафетном беге и беге на средней дистанции, она является членом национальной сборной Казахстана. Один из тренеров Екатерины Парамоновой – Владимир Иванович Коник. Человек, который за более чем 40-летнюю тренерскую деятельность воспитал не одно поколение чемпионов, в том числе и Олимпийских игр. Именно Владимир Иванович и стал тренером 2018 года. Такие конкурсы чем-то похожи на спортивные соревнования. В обоих случаях нас ждут победители и проигравшие. Однако мы уверены, для тех, кто сегодня не взял номинацию, это станет дополнительной мотивацией. Ведь именно каждодневные тренировки, упорство и желание реализовать свою мечту любому могут позволить стать быстрее, выше, сильнее. Владимир Романьков, Аслан Амиров. Специально для новостей телеканала «Акшам». На этом наш выпуск заканчивается. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.